Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде Матиз. Бұл Матиздің моторы қайнап жатыр екен. Термостаттың алып тастаса сондай жағдай. Помпаға кеп тіреліп тұр. Помпасын ауыстыру керек. Өйткені мына жерден бізде қайнаған кезде, суып тұрған кезде оталдырғанда мына обратно шлангіден, мына шлангіден су расширительный бачокқа құймай тұр. Қазір бұйырса помпасын, гремін нәтижелермен бірге ауыстырамыз. Мотор 2-3 рет қайнаған. Сол себепті головка прокладкасын да ауыстырамыз. Міне оталдырып тұрғанда мотор біраз қызып тұр, соның өзінде мына обраткіден құймай тұр. Ыңғайлы болу үшін фараны да шешіп тастадық. Енді мына жерде распредвал мен коленвалдың шифтерін шешу керек. Распредвал енді қиындық тудырмау керек, өйткені мына жерде міне ондық болттары бар. Жоқ дегенде осы жерге бүйтіп мынандай головканы бүйтіп салып тұрып босатуға болады. Болмаса бір нагрузкамен өзі-ақ босап кетеді, гремде тұрған жағдайында. Ал автомат коробкада коленвалды босату сәл қиындау болады. Оның үшін қазір астық жағына кіріп көрсетейін. Астық жағында защитник болса алып тастау керек. Сол кезде былай ашық көрінеді. Мына жақта міне коленвалдың шифт тұр. Мына жақта коробка мен мотор қосылған жерде міне мынандай тесік бар. Маховик көрініп тұр. Осыған мындай отвертканы тығып ұстап тұрамыз. Сосын мына шифттегі 17-лік болтты босатамыз. Коленвалдың шифтін шешіп алғаннан кейін бізде мына крышканы шешу керек. Оның үшін крышкада болт бар, мына 1 болт. Мына жақта 2-ші болт, мына жоғары жақта міне 3-ші болт. Бізде мына шүптің арт жағында тұр, міне көрініп тұр мына жерде. Осы болтты алу керек. Оның үшін бізде мына шүпті шешіп аламыз. Мына жерде 1 болтын шешіп, жоғары қарай тартып аламыз. Крышканың болттары, ішкі айландары желініп кеткен. Звездочка қағып көрдік, шықпай жатыр. Сваклеуден басқа амал таппадым. Бисмилlah. Енді сварканы қалай сындырамыз дейді. Головканың болттарын босатып шешуге дайын тұр. Бұйырса мына жақта арт жағында печканың бір трубкасы бар. Мына головка кіріп тұрған. И датчик детонация бар. Сосын мына араларында жатқан форсунканың проводтарын бәрін былай қарай тартып шығарып қоямыз. Арт жағында енді ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Головка шығып келе жатыр еді, мына жақта іліп қалды. Тормозной вакуумға міне кіріп тұрған мына шлангыны ажыратпаппын, осы іліп тұр. Қазір осыны алып тастасақ, бұйырса осы шығатын шығар. Клапандарын да протирка жасап жіберейік деп аштық. Жалпы міне көрініп тұр. Бірінші цилиндр ғана жақсы жұмыс істеген. Мыналар дұрыс жанбаған. Масляктарына май кеткен. Клапандары дұрыс қысып тұрған жоқ міне. Мына біреуі ғана жылтырап тұр. Мыналар қап-қара болып жатыр міне. Осындай қап-қара. Ортада ашықтық бар. Өйткені клапанның өзінің жағдайы міне. Мынандай есік клапан. Міне көрініп тұр ма мына жерде? Уже қылау бар міне. Ойылып кеткен. Көрініп тұр ғой деймін. Осындай болып кеткен. Міне ортада кәдімгідей ашық бар. Аст жағы, үсті жағы міне биік болып тұр. Соның үшін клапандарды жаңалайын дедік. 6 клапан алып келдік. Жаңа клапан міне. Мынаның шетін көргендеріңіздей міне биік болып тұр кәдімгідей. Осы 6 клапанды протирка жасап қазір саламыз. Помпаны шығару үшін бізде подушка ұстап тұратын мына бір темірді босату керек. Генератордың құлағымен қосылып бірге қатып тұрады. Төбесіндегі 2 болтты толықтай алып тастадым. Астына 1 болтты кішкене босатып қойдым. Мынаның төмен жағында 1 болт бар. Головка тұрған кезде мына жақтан қол бару сәл қиындау болады. Головканы алып тастаған екен оңай, шешіп тастауға болады. Мына жерде сонда бізде міне 1 сантиметр ғана былай қарай қашады бұл. Осы 1 сантиметр бізге мүмкіншілік береді мына помпаның шығуына. Болмаса мына жер тиіп қала береді. Ақырын жоғары қарай былай көтереміз. И былай шығады бізде. Міне бізде помпаның жағдайы. Құлақтары вообще жоқ болып кеткен. Міне жаңасы. Судың жолдарын бәрін жақсылап үрлеттік. Біраз мусор шықты. Темірдің жаңа қиғымдары шықты. Помпаның құлақтары. Радиаторда тазалап жүру керек. Жалпы головка прокладка ауыстырғаннан кейін кольцадан май жеп қояды машина. Көп машиналарда. Неге өйткені гильза бізде ашық ауаға шыққан кезде байқалмайтындай шаң отырады ішіне. Немесе су кеткен болса, ішіне от бір жанған кезде осы шаң, су кольцаны қысып қалады. Сонымен май жеп кетеді. Сол себепті ашық тұрған кезде гильзаны жақсылап майлау керек. 1-2 рет апарып әкелу керек 1-2 рет. Сөйтіп жақсылап майлап болып салу керек головканы.
Клапандардың бәрін ауыстырғаннан кейін регулировка жаңадан қойылу керек, өйткені ескі регулировка ол ескі клапанда мүмкін кішкене желінген болуы мүмкін. Сол себепті кішкене босатып қою керек. Мыналарды міне босаттым. Мына арасы былай ашық тұр. Бәрін осылай босатып моторға саламыз. Гремдерін бәрін салып болғаннан кейін регулировка жасаймыз. Мына моторда бізде алдыңғы жағы 0,30 мм, шығатын жағы, кіретін жағы 0,15 мм. Соған қарап клапан регулировка жасаймыз. Коленвалдың меткасы бізде міне мына бір іште тұрған бауырсақ, міне кішкентай ғана міне. Осыған мына бір точканы келтіру керек, міне тұрған. Осы точканы осыған келтіру керек, немесе бірінші поршынды шығарып, мына поршынды шығарып, ішіне отвертка салып көру керек. Осыны жоғарыға келтіру керек. Распредвалдың меткасы бізде мына жерде міне. Мына метка мына жерге келу керек. Мына жақта бізде термостат салған кезде термостатта мынандай кішкентай тесік бар міне. Осыны жоғары қарату керек. Термостат ашам дегенше осы жерде кішкентай су айналымы болып тұру үшін. Крышкадағы ішкі алям болттардың орнына мынандай ондық болттарды қойдық. Міне кішкентай головка сияды. Осы мына біреуі, мынау, мына арт жақтағы үшеуі шешілмей қалған болатын. Әлі мотор қызған жоқ. Міне суды қалай құйып тұрғанын. Осымен толықтай жинап біттік. Айтуға ұмытып кеткен жерлеріміз болса, түсініксіз болып жатса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Біреудің пайдасына жарап қалар деген үміттеміз. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.